Бүгін мен өзімнің оқиғамды айтайын. Бірде Марал екеуміз көшеде серуендеп келе жатырғанбыз. Сол кезде мысықтың даусы естілді. Марал оны барып көрмекші болды. Біз ол мысыққа жақындағанда оның түрі қорқынышты болды. Ауру мысық болды. Ол мысық мені тырнап алған еді. Біз дәрігерге бардық. Дәрігер бұл қандай ауру екенін білмеді. Ертең көрісеміз. Сәлем, менің қолым қатты қышып жатыр. Бұл не екенін білмеймін. Ол қатты қышып кетті. Бұл қандай ауру? Біз дәрігерге бардық. Дәрігер бұл қандай ауру екенін білмеді. Барлығыңа сәлем. Бүгін менің жағдайым өте нашар. Бұл қандай ауру екенін білмедік. Менің қолым әлі жазылар емес, керісінше үлкейіп кетті. Және қатты қыши береді. Бұл қандай ауру өзі? Әлі кетер емес. Дәрігерлер әлі қандай ауру екенін білмеді. Сәлем, бүгін менің қасымда Марал бар. Марал, кешегі оқиғаны айтып берші. Біз көшеде келе жатқанбыз. Сосын мысық тырнап алған болатын. Ол ауру арқаңа да жұғып кетіпті. Арқаңда өте қорқынышты жара тұр. Сәлем, бүгін Алекс ауырып қалды. Оның орнына видеоны мен түсіремін. Ол қатты ауырып жатыр. Тіпті ол орнынан тұра алмай жатыр. Оның түрі өте қорқынышты. Үстінің бәріне жаралар қаптап кеткен. Оның ауруы жазылар емес. Тіпті арықтап кетті. Түрі де өте қорқынышты бола бастады. Ол тіпті құс жей бастады. Бұл қандай ауру екенін әлі таппадық. Алекс, не болды?